Түркістан облысында жол көлік апатынан 4 адам қаза тапты. Түркістан облысында жыл басынан бері 283 жол апаты орын алып, өткен жылмен салыстырғанда 4-7%-ға төмендеген. Өкінішке орай соның салдарынан 93 адам қайтыс болды. Десек те бұл көрсеткіш өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 3-1%-ға төмен. Жалпы жол апатын қайтсек азайтамыз. Бұл мәселе Түркістан облысы полиция департаментінің бастығы полиция генерал-майоры Мұрат Қабденовтің күн тәртібінен түскен емес. Облыстың бас полицейінің тапсырмасымен жеке құрам қызметкерлері қылмыстарды болдырмаумен қатар, осы жол қозғалысы ережесінің сақталуын қатаң бақылауда ұстайды. Көшеде ары-бері зулаған көліктерді жіті назарға алып, жедел профилактикалық іс-шаралар, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, қажет кезінде жаднамалар таратуда. Сондай-ақ облыс автожолдарында қалыптасқан жедел жағдайды жақсарту, автоапаттылық деңгейін азайту мақсатында автобус, заңсыз тасымалдаушы, құқықтық тәртіп, қауіпсіз жол, жедел профилактикалық іс-шарасы ұйымдастырылып өткізілуде. Жол апаттарының басты себеп салдарына жататындар көлікті мас халде басқару, маневр жасау ережелерін бұзу, жылдамдықты шектен тыс асыру, қарсы қозғалыс жолағына шығу, жол белгілерінің талаптарын бұзу және тағы басқа. Сонымен қатар, жануарларды соғумен болатын жол апаты бойынша жарты жылда 36 дерек орын алған. Ал жыл басынан бері 300 мыңнан аса құқық бұзушылықтар анықталды. Оның 270 мыңнан астамы жол қозғалысы қауіпсіздік саласы бойынша анықталған құқық бұзушылықтар. Ендігі кезекте Түркістан облысының кейбір жүгенсіз жүргізушілерін тәртіп сақшыларымен қатар бейнебақылау камералары бақылауда. Киелі Түркістан қаласы облыс орталығы болғалы бері мұнда көптеген ауқымды істер атқарылуда. Оның бірі осы соңғы үлгідегі бейнебақылау камераларының орнатылуы. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Марат Ахметжановтың бастамасымен жаңадан іске қосылған қорғау қауіпті жүргізуші бағдарламасы жалған нөмірімен жүрген, еш жерде тіркелмеген көліктерді дер кезінде анықтауда өз нәтижесін беруде. Алдағы уақытта түркістандық полицейлермен осы бағыттағы жұмыстар одан әрі жандандырылатын болады. Сондықтан сақ болыңыздар, өз өміріңізді ойлап, жол қауіпсіздігі ережесін сақтаңыз.